Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем, орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам, орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Жоқ әлде өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болды? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өз ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өстірмек екен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі, өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса, кім асырамай? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Балаңның мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екталай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің атайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса кімнен көресің? Боқта деп, біреуді боқтатып, кәпір қиянға осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп, қаттанса болады деп, қу, сұм бол деп, пәленшенің баласы сен сыртыңнан сатып кетек деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылай деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақылы берді. Қайда жібергенді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден шалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болған. Іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ақирет те жоқ, дүние де жоқ.
Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім. Малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады. Иттікпенен айрылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында да қалмайды. Барында байымын деп мақтанады. Жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.